қоршап алсақ, тағы орыстың әскері келіп қырып салмай ма? Тоқаевтар тағы Путиннен көмек сұрайтыны анық. Альпис бір өзенге түскенде сен бір суға түспейсің, су ағып тұрады, өзгеледі ахуал. 2022 жылдың қаңтарда болған оқиға, ол арнайы операция, оны дайындады. Ол жаңағы цепочка, бір-бірімен байланысты ахуалдар, связанные с собой события. Ол жаңағы 20 жыл 9 тамызда Белоруссия сайлауда Путин арнайы операция кіргізіп Лукашенконы торға кіргізді. 22 жыл қаңтарда арнайы операция өткізіп Қазақстанға өзінің оккупациялық жүйені орнатып, жазалау операция өткізді, терроризмге жасатып, терроризмге қарсы қозғатып, бүкіл элитаны іліктірді, 9500 адамды қамап, анау концлагерь сияқты ұрып соғып, қорқытып, Крестинаны есін үлгісін алып, қорқытып өткізді. 1000 адамға қозғатып, оның ішінде белсенділерді бәрін ылықтырып қойды. Многоплановая операция дейді. Ал қазір ол болды, мынау елдегі тағы да ұмытпаңдар, 270 000 мынау құқық қорғау қуатты күштерде қызмет жасайтын қарулар бар. Болашақта андай болмайды. Анау кімдер Путин яқтырған 2000 ба 3000 адам кірді. Олар не кірді, Алматыда бронетранспортермен жүріп көшеде адамдарды қырып тастады. 150 мың адам Алматыда, қалған басқа аймақтарда. Көрдіңдер ғой. Ал бұл жерде басқа болады қазір. Бұл енді қазір осындай әскер кіргізетін болса, мынау 270 000 адам, олар өзінің сөзін айтады. Мен бұған көзім жетіп тұр, мен сенемін қазаққа. Алдында алданып қалды ғой. Мынау сұмырайлар, басшылар, министрлер алдап жерді. Қазір бәрі халықтың көзі ашылып келе жатыр, түсініп жатыр. Мен сол үшін ғой мынау өшігіп тұрған жаңағы Динара Югебаева думандарға бұлар жалған нарратив жаңағы құрастырып жатыр. Формирует ложный информационный нарратив. Қаңтарда қанды төккен қазақтың әскерлері, полиция. Орыстың қатысы болған жоқ, оған дәлел жоқ дейді Динара Югебаева. Міне, сол үшін мен бұл қаншықты қазір ашкерлеймін. Бұл ФСБ-ның жаңағы қалай жаңағы Матахари деген бір шпион кісі болған, соның қызметін жасап жатыр өзінше. Бұл санасы төмен әйел өзінше бір үлкен ойындарға кіріп ойын ойнағысы келеді. Енді білмеймін, бұнда жаңағы былықтырған Ермұхамед Ертісбаев менің есебім бойынша былай оптимальный келіп тұрған. Басқа кім екен, мүмкін қайда білейін, Тажин ба, басқа ма, бірақ солай жағдай. Сондықтан былтырғыдай болмайды. Біз халық жинағаннан кейін мүлде басқа. Ол бір Путиннің жағдайы өзі, қыл үстінде тұр. Көрдіңдер ғой, бізде былай үйреніп қалады, Путин құдай, олды құдай. Оған табынды Трамп, Сильвия Берлускони, Франциян қызықты оған, қызғанды, 20 жыл отырды тақта. Олар енді не ғой, тақта отырған адамдар кішкене психикасы кішкене өзгеріс пайда болады. Мания, величие, көреді ғой, тақта отырған бәрі қошеметтей, жақсы көреді көбісі. Ал олар біледі, олар еквилибристер жаңа қанатпен жүреді. Кейбіреулері 4 жылға шыдамайды, 4 жылға сарайтын ғой. Жақында ғана Ұлыбританияда не болды, премьер-министр ма жаңағы 44 күннен кейін кабинет министрі кетіп қалды. 44 күн! Ал ол жерде Путин 20 жыл. Бірақ міне тағдыр өзі уақыт береді адамға, ол уақытты өтеді. Назарбаевты алыңыз, кеше құдай. Карим Масимов екеуі құдай ғой. Не болды? Карим Масимов ана жерден тірі шықпайды. Менің есебім бойынша. Мен не қойдым, ана әйеліне деп жасадым. Дабыл қағандар деп. Себебі оның тірі шыққанын керек жоқ. Асылды деп бір күні хабар шығады деп мен ойлаймын. Назарбаев міне сорлы қазір. Көк тиын ақшасы жоқ, операция жасауға, ота жасауға, кәдімгі ауылдың балалары ота жасап жүрген қазақтың клиникасында жасады. Көрдіңіздер ғой. Бәрі өзгеріп тұр. Сондықтан қиялданып, міне былай кеше болды, былай оперативті ахуал күнде өзгеріп тұрады. Ертең оянамыз, мүмкін Путин оянбай қалады. Болмаса басқа жағдай болып қалады. Сондықтан біз өзіміздің жұмысын жүргізіп беруіміз керек.